Күрделі функция. Күрделі функция дегеніміз бірнеше жай функциялардың бірігуінен тұратын функцияны айтамыз. Мысалы, жалпы түрде белгіленуі y тең f ат g ат h ат x түріндегі функцияларды айтамыз. Мысалы, y тең косинус түбір астында x квадрат плюс 1 түріндегі функция күрделі функция болып табылады. Бұны жай функцияларға ажырататын болсақ, бірінші f функциясы сыртқы функция косинус x, g ат x функциясы түбір астында x квадрат плюс 1, ал h ат x функциясы x квадрат плюс 1. Сонда осы үш функцияның бірігуіне бір күрделі функция жасалып тұр. Екінші мысал, y тең түбір астында негізі 2 болғанда x-тің логарифмі қосылған 3 түріндегі функция күрделі функция болып табылады. Бұны да жай функцияларға ажырататын болсақ, сыртқы функциямыз f ат x квадрат түбір астында x, ал ішкі функциямыз g ат x, ол негізі 2 болғанда x-тің логарифмі қосылған 3 түріндегі жай функция болып табылады.